Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 67-ші сабақ мазмұндама, қамқорлық тақырыбын өтеміз. Балалар, мазмұндама дегеніміз белгілі бір мәтіннің мазмұнын ауызша немесе жазбаша түрде баяндап беруді айтамыз. Олай болса, қамқорлық атты мәтіннің балалар мазмұнын ауызша немесе жазбаша баяндап беруге тырысайық. Алдымен мен тыңдаймыз. Құмырсқа далаға шықты. Жемістер де піскен. Дәл қасында әдемі көбелектер ұшып қонып жүр. Кенет бір көбелек өрмекші торына түсіп қалды. Құмырсқа оны аяп кетті. Ол торды тісімен қиып тастады. Көбелек оған алғысын жаудырды. Сосын құмырсқа құрттың ағашты кеміріп жатқанын көрді. Ағашты аяп, құртқа қатаң ескерту жасады. Құмырсқаны көрген құрт қаша жөнелді. Құмырсқа ағашқа осылайша қамқорлық танытты. Балдырған журналынан. Жақсы балалар. Енді балалар, мазмұндаманың жоспары бойынша мәтіннің мазмұнын айтып берейік. Бірінші, құмырсқаның көбелектерді көруі. Екінші, көбелектің өрмекші торына түсіп қалуы. Үшінші, құмырсқаның көбелекті құтқаруы. Құмырсқаның құртқа ескерту жасауы. Балалар, алдымен құмырсқа қайда шығады? Далаға шығады. Далада жемістер пісіп тұрады екен, балалар. Жанында түрлі әдемі көбелектер ұшып қонып жүреді. Кенеттен бір көбелек өрмекші торына түсіп қалады. Құмырсқаның жаны ашып, аяп кетеді де, торды тісімен үзіп жібереді. Ал көбелек құмырсқаға рахмет айтады екен, балалар. Сосын құмырсқа ағашты кеміріп жатқан құртты көреді. Ағашты аяп, құртқа қатаң ескерту жасайды. Құрт құмырсқаны көріп, қашып кетеді. Осылайша құмырсқа ағашқа қамқорлық жасайды, балалар. Жақсы балалар. Енді балалар, мазмұндаманың жоспары бойынша алдымен құмырсқаның көбелектерді көруі туралы жазамыз. Келесі, көбелектің өрмекші торына түсіп қалуы туралы жазамыз. Одан кейін құмырсқаның көбелекті құтқару туралы жазамыз. Одан соң құмырсқаның құртқа ескерту жасауы туралы дәптерімізге мазмұндама жазамыз. Жақсы балалар. Керемет. Жазып болсақ, балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Олай болса, каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.